мұсылман бауырлар, міне еліміздегі Харекет қоры 225-ші баспана Жетісай ауданындағы Абибалы ауылындағы 5 баланың анасы Жамиля апайға бұйырып тұр екен. Соның қуанышымен ортақтасуға келіп отырмыз. Харекет қорына көп рахмет осы үй бергеніне. Осы квартирада тұрғанымызға 15 жыл болды. 5 бала шағам бар. 2 ұл, 3 қызым. Қуаныштан қобалжып тұрмын. Сіздерге көп рахмет. Жылдың басынан бастап осындай дертке шалдықтым. Қазіргі таңда Шымкент қаласында айына 2 рет барып пене алып жатырмын. Сіздерге көп рахмет.